Қазір Нью-Йорк штатынан Чикагоға бармақшымыз, бірақ Иллинойс штатындағы прямой рейс болмағандықтан біз Каролина штаты арқылы Шарлотт деген қалаға қонамыз, сосын ары қарай транзитпен қайтадан Чикагоға барамыз. Қазір Чикагоға аман-есен жеттік. Бізді Сұлтан деген қазіртіп алды. Ол қызық болды. Сұлтанмен біз YouTube-тан каналынан жазылып, сол жерде танысып, Instagram-ға жазылып, сол жерде таныстық. Жақсы екеуміз жақсы жеттік. Нью-Йорктан Чикагоға. Барлығы жақсы. Қазір Сұлтанның өзіне үйіне шай ішіп кетуге, қазір үйіне қонақ үйге апармай бірінші өз үйіне алып кетіп бара жатыр. Жалпы Чикаголық жігіт қой, қазақша білетініңіз. Бізді осында тұратын Сұлтан деген қазақ бауырымыз күтіп алды. Сұлтан, сәлем. Неқа айналдырып алайын. Кері қарай Сұлтанның үйінде Қазақстанның флагы төрінде орналастырып қойған. Біз келген кезде бірден көзге басылады екен. Жақсыгүл, привет. Сұлтанның келіншегі. Атыңыз? Ләззат, иә. Осы кеше ет тамақ жасасақ, енді бүгін қазақтың мантысын жейін деп жатырмыз. Иә, қонақжайлылық үшін рахмет. Осы кімнің Сұлтанның үйі. Достарға сәлем. Университеттің фонтаны. Ішінде балықтар жүр, көріне ма? Қазір әріректе Мичиган көлі бар, Касойға барамыз. Уже лебізі ұрып тұр, салқын ауа. Мичиган көлі болғанымен, көлемі бойынша бір теңізге ұқсайды, иә? Арал теңізде негізі география бойынша көл ғой негізі. Арал Каспий өткені теңізбен, мұхитпен байланыс жоқ. Ал Мичиган, ол көл деп атайды, бірақ ол теңізбен, мұхитпен байланыс бар, иә? Озеро, бірақ не... Бұлар негізі Great Lakes деп атайды. Мичиган, Орегон, Жасылмен бірге? Мынау университеттің кампустарының бірі. Американский футбол болатын жер болу керек. Университеттің аумағы. Аяқта бір нәрсе болып жатыр. Мүмкін университеттің выпускной балалары ма? Келкенді қайықтар. Анау жақта қаланың орталығы, сол жақта біздің қонақ үйіміз сол жерде. Университеттің территориясы болсын барлығы. Бұл жаққа тегін деп ашық, еркін кіріп шығуға болады екен, жабық емес. Кампусын қараңыз әдемі. Дайындалып жатыр бір спортқа. Түсінім бойынша біз ол House of Worship дейді, мадақтайтын үй, орын деп аталады. Жаңа сұрап жатсам, бұл оказывается кез келген дін өкілдері, сенім өкілдері осы жерге келіп сыйынып дұға айтылатын деп түсіндірді жаңа маған. Мен осындай философияны кезінде Түркияға, Коnya қаласына барған кезде көрдім. Барлық діндер, барлық сенімдер бір-бірімен неге түспей, түсінбеушілікке түспей, бірлесіп, бір жаратқанға сену керек деген сияқты, бір-бірін кемсітпей болу керек деген сияқты философияны үйреткен болатын. Осындай мағынада бұл ғимараттың несі, философиясы осындай екен. Қазір карантин болғандықтан жабық болу керек. Welcome to the Baha'i House of Worship. Baha'i мадақтау үйі деген сияқты. A place for prayer and meditation. Дұға етуге және медитация жасауға орын деп қойды. Міне жаңа айтқандай, бұл жерде бірнеше
жан жақтардың барлығы осылай әдемі сәнделген. Сол жерде бағана бір белгілі тұрды. Бұл бақтың барлығы медитация жасау үшін, дұға айту үшін, сыйыну үшін арналған. Сондықтан бұл жерге иттерін болмаса ойнауға болмайды бұл бақтарға деп жазу жазып қойыпты. Айналасында осындай әдемі көрініс. Мен ойымша бұл жерге көбісі туристер келеді және тыныш орын іздеп келетін де бар сияқты, бірақ сыйынып жатқан, дұға айтып жатқан бір адам әлде көрген жоқпыз. Міне мына белгі, мына жерде араб тілі болу керек, болмаса бір араб тіліне ұқсас бір тіл болу керек. Сосын ары қарай мүмкін the source of all learnings is the knowledge of God. Exalted be His glory. Енді бұған көбісі түсіне қоймайды, қарсы болуы мүмкін. Бірақ факт в том, что осындай орын бар. Бұл мен үшін жаңалық емес, өйткені осындай ұғымда мен Түркияда бір орын көргенмін. Бұл жерде Мичиган көлі, теңіз сияқты арғы беті көрінбейді. Мұнда свадьбаге фотосессия болып жатқан сияқты. Иә, свадьбаге дайындық екен. Барлығы әдемілік киініп, бірақ аяқтардың бәрінің кроссовки. Бұяқта солай. Біздің жақсы көл олардың қасында сұп-сұлу екен. Айналасында осындай барлығы осындай бақ, парк сияқты демалатын. Это осындай сурет туристер Қытайдан немесе Вьетнамнан келгендер сияқты. В общем, осындай қызықты жер. Мен ойымша келіп көруге болатын және демалуға, тыныш жерде отыруға жақсы жер сияқты. Өте биік ғимарат, әдемі салынған. Мен білмеймін неше метр екенін, бірақ өте биік. Күмбезі өте ірі. Алыстан жақын, ол фото-видеода басқаша, бірақ көзбен көрген басқаша әсер қалдырады екен. Нелер көресіз, қазір неге барамыз? Үйлер ма? Кейбір осындай әдемі көшелер бар. Отырыңдар машинаға. Үйлердің бір ерекшелігі үлкен қабырғамен қоршамайды. Көп жағдайда әдемі үйлер, талдары үлкен, жап-жасыл. Өзінің дорларына өте әдемі қарайды, қырқып тұрады постоянно су құйып. Ал біз қазір басқа үйге барамыз, басқа домға, один дома түсірілген. Сондай әдемі орынға барамыз. Бұдағы Варвик қонақ үйіне келдік, орналастық. Даунтаунда, қаланың прям орталығында бізге ұнады Booking.com'нан сатадық. Бағасы да қатты қымбат емес сияқты. Кейін бағасын жазып жіберемін. Жаңа кіргенбіз, орналасқанбыз. Қонақ үй өте ыңғайлы. 17-ші этажда орналасқан. Жақсы, привет. Холодильник, сейф, кофемашинка барлығы бар, және терезесі даладан көрініс осындай. Терезе соңына дейін ашылмайды, қауіпсіздік мақсаттағы. Қазір шамалы бір жарты сағат демалып, біз Чикагоның орталығын аралаймыз. Осы жерде әлемдегі ең үлкен Starbucks'тың орны бар дейді. 4 этажда соған барамыз. Сосын басқада ең биік ғимаратына барып, крышасынан баруға тырысамыз. Жақсы, ары қарай рум турды до конца жүргізейін. Білмеймін, ескі фотосы ма. Мына жерде осындай мини гардероб бар, үтігі, киім ілетін.
туалет, ванна әдеттегідей. Сен жақсы көрінетін сияқты. Душ, әдеттегідей американдық душтар қолдан алынбайды. Душтар қол өз бағытымен және американдық киноларда болатындай сияқты унитаз қолмен бас жүрген кезде. В общем, Америка үшін бұл өте жақсы қонақ үй болып есептеледі, өйткені менің жақсы сервис қонақ үйлер ол Турцияда. Вот тебе Чикаго. Қандай де бұл даунтаун ғимараттарында жер қымбат болған соң биік қылып салуға мәжбүр дейді. Мынау не? Трибун Тауэр. Сондай өте үлкен. Это тағы да бір флагтар. Мынау да бір қонақ үй сияқты ма? Мынау не, метроға қот па? Бері қот па? Ана дом болса күзеп тұрады. Қайсы? Жүрек. Турлар. Жүрек өзінің. Как красиво. Смотри, всю бред какой-то этаж. И рай. Она небоскреб тоже. Ничего себе. Біз қазір Чикагоның орталығындағы Cloud Gate деген атақты бұлттың кіреберісі деген бір жерге келдік. Оны былай көру керек. Қазір карантин болғандықтан бәрін жауып тастаған, бірақ осы жерден де әдемі көрінеді. Чикагоның ең атақты жері Millennium Park'та орналасқан. Орел и Решкада осы жерде суретке түсіп, осы жерде жүреді. Осы жерде түсіпті. Вот он, жанында. Әртүрлі адамдардың суреттері шығады. Не үшін екен білмеймін. Бірақ күн ысыған кезде осы ауыздарынан су фонтан сияқты шығады екен. Crown Fountain дейді. Міне өткен суретін көргенбіз, су шығып жатқан. Қаншалықты шын өтірік білмеймін, бір суретті солай байқағанмын. Су шығып, мүмкін арасына осы жерге кіріп кететін сияқты. Жақындап көрейік қазір. Иә, шынында не екен, жақыннан осы жерде ол ерніңнен фонтан су шашады екен. Негізі әдемі көрініс болу керек. Осылай екі жақтан су шашады. Millennium Park'та орналасқан Чикагодағы адамдарды қыдырып серуендеуін өтеді. Күлді ана қыз, күлді. Это не шықты? Әлі бала ма? Әлі де Чикагоның орталық көшелерін бірмен келе жатырмыз. Мұнда президент Трамптың атындағы Трамп Тауэр деймін, сондай ғимарат бар. Білмеймін неше метр, неше этаж, бірақ адамды көзін жауын алады. Мысалға бұлай ұлғайтсақ, міне бағана біз Skydeck деген осы Чикагода ең биік ғимаратқа барғымыз келген, бірақ өкінішке орай ол карантинге байланысты аз адам ғана қалды. Екі күнге билеттер жабық екен. Пожарный. Мынау өте үлкен комплекс. Көріп отырсыздар. Мына жерде стоянка бірнеше этажда. Ішінде естуім бойынша магазиндер, үйлер, театр,
кафе барлығы бар. Осы жерде тұрғындар ешқайда шықпай, офис бар, барлығы кішігірім қалашық дейді. Вертолет. Чикагоның үстімен қарыланып жүрген. Өте камераға сыймай тұр, мен сыйғыздым. Осындай Трамп Тауэр деген. Қазір Трамптікі емес дейді. Естуім бойынша қаншалықты шын екенін өтірік білмеймін. Мичиган көліне баратын өзен. Әлемдегі ең үлкен Starbucksқа келіп тұрмыз. Іші осындай. Меню. Үш па, төрт па этажда екен. Бүкіл неге қатысты. Осының бәрі Starbucks. Starbucks'ın 3-ші қабаты. Мына 4-ші қабаты бар. Білмеймін не бар екен, қазір көреміз. Мына кезектері өте ұзын. Не үшін тұрғанын қазір көреміз. Кофеларды. Көре аламыз неше қабат екен. 1-ші қабатта, 2-ші қабат, bakery, 3-ші қабат, бар. 4-ші қабат, 5-ші қабатта ол жол терраса. 3-ші қабаттан 4-ші қабатқа бара жатырмыз. Қайталап айтайын, бұл әлемдегі ең үлкен Starbucks. Чикагода орналасқан. Апельсино бар. Даладан сондай не бұл. Терраса жабық сияқты жоғарыдағысы. Салқын болғандықтан қалай мінетін білмей тұрмыз. Америкада очередь мәдениетін ерекше байқауға болады. Бұл жақта кезекке тұрған кезде адамдар бір-бірін бұзбайды. Тіпті 1-2 көшеге дейін созылса да, сол ортасына кіріп кетпейді. Мен үлкенмін, мен жаспын, болмаса мен асығып тұрмын деген сияқты сылтаулар болмайды. Қазір біз
Zara дүкеніне кіргіміз келген болды. Сол кезде біз қараған кезде Zarada кезекке тұрдық. Біз қазір ортасындамыз. Қазір жақсы көл мынау ортасында тұр. Бағана келгенбіз, сөйтіп мынау жүктерді қараңыз. Соны ары қарай білмеймін қанша көшенің соңына дейін. Сондықтан бір-бірінің кезегін бұзбайды ешкім. Өте ойлаймын бізге де қажет нәрсе. Бізде көп жағдайда таныс арқылы болмаса мен асығып тұрмын деген сияқты өтіп кетуі мүмкін. Бұл жерде ақш-та ондай кездеспейді. Ковидке байланысты қазір адамдар шектеу кіргізіп жатыр Zara дүкенінде. Әрине әр дүкенде әртүрлі, кейбір жерлерде кезексіз бірден кіреді, кейбір дүкендерде осылай ковидке қатысты, карантинге қатысты шектеулер қойып қойған. Чикагоның метролары. Нью-Йоркпен салыстырғанда таза аралау, бірақ жаңа бір қисаны көрдік өтіп бара жатқан. Чикагодан район қызыл линия. Америкада бірінші такси отырып көрдік. Lyft деген приложение, Uber және Lyft деген бар. Сол қазір отырдық. Примерно осындай. Мына жерде пластикпен қоршалған, көрінбейді. Адамдарда байланыс болмасын деп, ковидке қатысты қорғану үшін. Қазір аэропортқа бара жатырмыз. Осындай ақшаны приложениеден арқылы картадан шешіп алды. Біз шамал кесіп келе жатырмыз. Шамал емес, әжептәуір кесіп келе жатырмыз. Менің ойымша үлгереміз деп ойлаймын. Жарты сағатта үлгеремін дейді. Біз анау адрестерді дұрыс білмегендіктен такси бір көше кейін тұрыпты, бізді күтіп, сондықтан бір 5-10 минут жоғалтып қалдық. Жалпы айтқым келген осындай. Бізде InDriver деген сияқты, Яндекс такси сияқты, бірақ бұл жақта ең популярный ол Lyft деген мынау жазу. Сосын Uber бәріміз белгілі сондай. Біз қазір аэропорттың асығып бара жатырмыз. Бұл жерде жылдамдықтың шектеуі 55 миль в час, бірақ бәрі асыққандықтан қатты жүрген. Мысалға біз қазір 68 миль в часпен келе жатырмыз. Міне 55 шектеуі бар, бірақ бұл қазір 69 миль в часпен келе жатыр. Қарап отырсам көп машиналарда солай келе жатыр. Жоқ, басқалар жазылды. Осындай. Артымызда машиналар осылай келе жатыр. Жаңа таксистке айтқам, мен асығып келе жатырмын деп едім. Сол мүмкін ол қазір сол заңды бұзып келе жатыр деп ойлаймын. 70 миль в часпен келе жатыр, негізі 55 километрмен неше болады есептей берсеңіз де 1.6 өтсеңіз шығарсыз. Biz $60 төледік, осы багажы Spirit Airlines'дікі. Here? Here? And I should put it later. Okay. Осы багаж $60 тұрады, Spirit'те қымбаттау. Осылай багаж кетті. Негізі билет біз арзанға алдық, бірақ осы багаж өте қымбат тұрады екен, $60. Билет оған мүмкін осының көлемі есімде емес, оны тағы да қосымша жазамын осы жаққа. Ары қарай өзі кетті. Енді біз ары қарай отырғызуға барамыз. Лас-Вегасқа жол тарттық. Осылай кезекке тұрамыз. Біз соңынан кеп тұрмыз, бізден кейін адам жоқ. Өйткені кеш шығып қалдық қаладан. Қазір Чикагоның О'Хайр деген аэропорты, дұрыс айтылу ма? О'Хайр дей ма? Солай келдік. Осы жерде қазір чек-ин өтіп, тексеруден ары қарай барамыз. Қол болсын. Тексеруден өттік. Ары қарай осы жерге заттарымды түсіріп. Штаттардың арасында да осындай тексеру болады екен. Мен ойлағам, тек халықаралық рейстерде ғана тексереді, бірақ аяқ киімге дейін шешіп осы жерден өтеді екен барлығын. Осындай ерекшелік бар штаттар арасында. Бір халықаралық рейстерге шыққан сияқтымыз. Аяқ киім бәрін шештік. Аяқ киімдерін салып, аяқ киім кіруге керек екен. Бірақ аяққа бахилы бермейді, бір минусы.
тексеруден өттік, заттарымызды алдық, аяқ киімімізді кидік. Осындай сканер болады, қолды көтеріп тұрады, адам көп болғандықтан осылай өтседі. Осы заттарды осылай. Ары қарай өзі отырғызуға барамыз. Біз қалып қойдық па деп жүгіріп көріппіз. Әлі отырғызу басталған жоқ. Әлі көреді екенбіз. Қалып қойсақ $75 біз билет алдық. Чикагодан 2 апта бұрын Чикагодан Лас-Вегасқа. Ал багажымызға $60 болды. Почти бір билеттің бағасын тағы да алды. Мүмкіндік болса, багажсыз тек қана бір жеңіл рюкзакпен қыдырған тиімді экономичный болады екен. Қазір бір Spirit деген бар. Бірақ Spirit деген қымбат, билеттер арзан болғанымен, багажы өте қымбат екен. Өйткені American Airlines деген авиакомпаниямен келдік. Нью-Йорктан Чикагоға ол багажы $30 болды. Ал бұл жақта $60 багажы, сондықтан әжептеуір айырмашылық бар екен. Seatbelts should be worn low and tight across your hips to fasten and buckle until it clicks. Tighten by pulling on the loose end of the strap. Open your seatbelt, lift the metal flap. For your safety and the safety of those around you, please keep it fastened at all times while you're seated. Көп авиакомпанияларда, яғни лоукостерларда тамақ берілмейді, сондықтан оларда тек қана ақылы су болмаса кішкене бір жейтін нәрсе береміз. $3 тұрады, қателеспесе мен жаңағы суды алдым. Өйткені самолетіміз 2-3 сағат ұшады, 4 сағат Сбербанктың картасымен төледім. Бірден ақшасы. Осылай лоукостерларға болдық болса өздеріңіз беріп суды алып шығыңыздар. Су, чипсы,